Миллиардтаған доллар жайындағы астан кейінгі әңгіме. 1900 жылдың 12 желтоқсанында қаржы саласындағы 80-ге жуық ақжағалылар 5-ші даңғылдағы банкет залында батыстан келген жас жігіттің құрметіне ұйымдастырылған кеште бас қосқан еді. Алайда бұлардың көбі Американың өнеркәсіп тарихындағы маңызды оқиғаның куәсі болып отырғанын тіптен сезбеген еді. Өздерінің жақын арада өткен Петербургке сапары кезінде Чарльз Швабтың көрсеткен қонақжайлығына шексіз риза болған Эдвард Симмонс пен Чарльз Стюарт Смит 38 жастағы болат шеберін шығыстың қаржыгерлер тобымен таныстыру үшін бұл кешті арнайы ұйымдастырған болатын. Алайда олардың ешқайсысы да бұл кездесу адамдарды осылайша дүрбелеңге салады деп ойламаған. Жиын басталардан бұрын олар Стильмен, Харри мен Вандербильт секілді нью-йорктық бос кеуде бизнес-сымақтар көсемсігенді ұнатпайтынын, мезі қылғысы келмесе 15-20 минуттық қана сөз сөйлеп доғару қажет екенін Швабқа ескерткен. Бұл ақжағалылардың Швабты менсінбегені соншалық, оның оң жағында отырған Джон Перпон Морган оған көз қырында салмаған. Бұқаралық ақпарат өкілдері бұл кешке мүлдем қызығушылық танытпады. Бұл оқиға жайында газет беттерінде бірде-бір мақала жарияланбаған еді. Осылайша банкет жалғасып, тағамдар бірінен кейін бірі дастархан үстіне қойылып жатты. Екі қожайын мен олардың аса құрметті қонақтары әр нәрсені бір әңгіме қылумен болды. Мононгах банкімен ғана серіктестік қатынас орнатқан Шваб мырзаны жиналғандардың арасынан кейбір банк қызметкерлері мен делдалдардың бірнешеуі ғана сырттай білетіні болмаса, аралас-құралас болған жолдасы жоқтығын. Алайда кеш бітер-бітпестен ұлы Морган мырза мен басқа банкирлер Шваб мырзаның досы атануға таласты. Чарльз Швабтың сол кеште айтқан сөзін бірде-бір жанның жазып алмағандығы тарих үшін орны толмас өкініш. Алайда оның сөйлеген сөзі ожарлау, грамматикалық тұрғыдан сауатсыз. Бұл ділмар тілдік ұсақ-түйекке аса назар аудара бермейтін болғанымен, өткір жүрек түкпіріне жететіндей уытты еді. Бұған қоса оның сөйлеген сөзінің әсер еткені соншалық 5 миллиард долларға жуық капитал тарта алды. Чарльз Швабтың 90 минуттық сөзі аяқталмастан Морган оны шетке алып шығып, екеуі биік отырғышқа жайғасқан күйінде тағы 1 сағат бойы әңгіме дүкен құрды. Банкет барысында Шваб мырзаның тұлғалық тартымдылығы кәдеге асты. Алайда ең бастысы ол болат өндірісін ұлғайтуға бағытталған толыққанды түбегейлі жоспарланған бағдарламаны ақжағалыларға ұсына білді. Бұған дейін көптеген пысықай Морган мырзаны бисквит, сым мен қаңылтыр, қант, каучук, май және сағыз шығаратын бірлестіктердің үлгісі бойынша әрекет ететін болат тресін құруға қызықтыруға тырысқанымен сәтсіздікке ұрынған еді. Алаяқтық әрекетімен белгілі Джон Гейтс Морган мырзаны барынша қызықтыруға тырысып бақса да, Морган мырза оған сенім арта қоймаған еді. Чикаго қаласынан келген биржалық делдалдар сіріңке трасы және тәтті тоқаштар өндірісімен айналысатын корпорация құруды біраз жетістікке жеткен ағайынды Морлар мен Морган мырзаның көңілін табуға тырысқанымен, олардың әрекетінен де ештеме шықпады. Тек Швабтың жалынды сөздерінен кейін ғана Джон Морган мырза бұл салада қандай белестерге шығуға боларын аңдап, бұрын сандыраққа балап жүрген салада Америка тарихындағы ең үлкен корпорациялардың бірін құруға болатынына көз жеткізді. Өткен жылдары мыңдаған кіші және тиімсіз фирмалардың басын біріктіріп, бәсекеге қабілетті компаниялар желісін құруға бағытталған қаржылық магнетизм Джон Гейтстің жоспарының арқасында болат өндірісі саласында да тарала бастады. Ол бұған дейін кішігірім фирмаларды біріктіру арқылы Стиль компаниясын құрып, Морганмен бірлесе отырып, Стиль компаниясының іргесін қалаған еді.
Алайда Карнегидің бастауымен 53 серіктестің басын қоса отырып құрылған алып трастпен салыстырғанда бұл корпорация кит жанындағы майшабақ қана болатын. Өзгелері қанша корпорациялардың басын біріктірсе де бұл Карнеги өнеркәсібінің тырнағына да татымайтынын Морган анық түсінген. Қалжыңбас шотландық қарт мұны білетін. Скибо сарайының биік мұнарасында тұрып, Морган кішігірім компаниялары арқылы мұның ауласына аяқ басқан әрекетіне бастапқыда келемеждеп қарағанымен, бертін келе олардың бұл әрекеті шамына тие бастады. Бұл әрекеттер ашық жүргізіле бастағанда қарттың шыдамы таусылып, ашуға булықты. Ол өз бәсекелесінің иелігіндегі өндіріске ұқсас желілерді құруды ойластыра бастады. Бұған дейін сым, құбыр, құрсау, қаңылтыр өндіруге аса қызығушылық таныта қоймаған. Керісінше мұндай компанияларға ол өңделмеген болатты сатып, олардың өздері жөн көрген ісін жасауға мүмкіндік беруді қалайтын. Ал енді ол Швабтың көмегімен қарсыласының алқымынан алғысы келді. Чарльз Швабтың сөз сөйлеуі кезінде Морган мырза мәселені шешудің жолын тапты. Карнегисіз траст жазушыларының бірі айтқандай, өріксіз өрік пудингі секілді болар еді. 1900 жылдың 12 желтоқсанында сөйлеген сөзінде Шваб оларға Карнегидің өнеркәсібін еш кепілдіксіз толығымен Морганның қол астына беру мүмкіндігі туралы айтқан болатын. Ол өз сөзінде болат өндірісінің әлемдік болашағы, қайта құру мен қайта тұрақтандыру, тиімсіз жұмыс істейтін фабрикаларды қирату және гүлдену жолындағы шаруашылықтарды дамыту үшін күш біріктіру, металды тасымалдауды қаржы үнемдеу, шетелдік нарықтарды жаулап алу жайында айтқан. Сондай-ақ ол қазіргі қолданыста жүрген жүйенің олқылықтары туралы да қазбалана сөйлеген болатын. Мұндай саясаттың қателігінен қолдағы барды жан-жақты дамытудың орнына біз әр нәрсеге шектеу қоюдамыз. Болат бағасын арзандату арқылы болат өндірісі қанатын кеңге жаяды. Осылайша халыққа берер пайдасы артады және ең бастысы әлемдік нарықтың айтарлықтай бөлігін жаулап алуға мүмкіндік туғызады деген еді. Шын мәнісінде өзі бұл туралы сезбесе де, Чарльз Шваб заманауи бұқаралық және жаппай өндірудің уағыздаушысына айналды. Сонымен университет клубында болған кеште аяқталды. Джон Морган Чарльз Швабтың құбылмалы болжамдарына қатысты терең ойға батып, үйіне оралды. Шваб кішкентай Андра Карнеги болат өндірісін басқаруды жалғастыру үшін Петербургке қайтып оралса, Гери мен басқалары келесі жаңалықты күтіп, құнды қағаздардың бағасын белгілейтін биржалық құрылғылардың жанынан табылды. Алайда жаңалық ұзақ күттірген жоқ. Шваб мырзаның аса тартымды ұсынысын ой елегінен өткізу үшін Морган мырзаға бір аптаға жуық уақыт қажет болды. Ешқандай қаржылық шикіліктің болмайтынына көзі жеткен ол жас жігітті тауып әкелуге бұйрық берді. Бірақ Шваб келуден бас тартты. Ол Карнеги мырзаның өз трастының президенті, яғни Шваб мырзаның Карнеги аяқ баспаймын деп уәде берген Уилл-стриттің патшасымен ымы-жымы бір болуын ұнатпайтынын сескенсе керек. Сол кезде бұл істе дәнекерші қызметін атқарған Джон Гейтс Шваб мырзаның белгілі бір уақытта Филадельфиядағы Гелвью қонақ үйіне жұмыс бабымен келуін өтінді. Жоспар бойынша Морган мырза да осы жерге кездейсоқ шаруасымен келе қалмақ. Алайда Шваб мырза Филадельфияға келген кезде Джон Морган кенеттен сырқаттанып қалып, өзінің Нью-Йорктегі үйінде қалуға мәжбүр болды. Сол себепті Шваб Морганның өтінішін жерге тастамай, Нью-Йоркке келіп, көп ұзамай қаржыгердің әйгілі кітапханасында кездесті. Қазіргі кезде көптеген экономика тарихшылары бұл қойылымды басынан аяғына дейін ойластырған Карнеги мырза дегенді айтуда. Олардың пікірінше, Швабтың құрметіне ұйымдастырылған кеш таңғаларлық сөз, Джон Морганмен болған түнгі әңгіме, мұның барлығы да қу шотландықтың ісі. Алайда барлығы керісінше болады.
швабты істің мән-жайын талқылау үшін Джон Морган өзіне шақырған кезде Эндрюдің кіші босс деп ат қойып айдар таққан Швабтың компанияны сату туралы ұсынысына қатысты қандай жауап қайтаратынын білмеген де болатын. Әңгіме компанияны діни қызметкер кәсіпкерлерге қалай қараса, Карнеги мырза да дәл сондай көзқараспен қарайтын бизнесмендер тобына сатуға қатысты болғанын назардан тыс қалдырмаған жөн. Дегенмен Шваб мырза шешуші әңгіменің уыты келгенде 6 бетке бағандап, әдемі жазумен жазылған сандар тізімін өзімен бірге ала барған болатын. Ақырында осы қағаз болат өндірісімен айналысатын әр компанияны сатудан орасан зор пайда түсіруге болатындығына Карнегиді сендіре алды. Бұл санға қатысты бір тоқтамға келу үшін 4 адам түні бойы бас қатырған. Кеңестегі басты қатысушы әрине ақшаның таңғажайып күшіне сенетін Морган мырза болатын. Онымен бірге оның аристократ серіктесі ғалым Роберт Бекон да келді. Кеңестің үшінші қатысушы Джон Морганның алаяқ деп есептейтін, бірақ өз мақсатына жетудің басты құралы ретінде қабылдаған Гейтс болса, төртінші мүшесі болат компанияларын құру және сату ісінің шебері, бұл істе ешбір тірі жанға дес бермейтін Чарльз Шваб мырза еді. Аталмыш төрттіктің ортақ байламға келуі мүмкін еместей көрінгенімен бір түн ішінде мәселе шешілді. Таң қылаң бере Морган орнынан тұрып Эндрю Карнегиді компанияны сатуға көндіре алам деп ойлайсыз ба? деген сұрақты төтесінен тартты. Көндіріп көремін, деді Шваб мырза. Егер сіз оны көндіре алсаңыз, қалғанының бәрін мойныма аламын, деді Морган мырза. Айтқан сөз атылған оқпен тең, бірақ Эндрю Карнеги келісімге оңай келе қояма? Қанша қаражат сұрауы мүмкін? Шваб мырза Карнеги $320 миллион көлемінде қаражат сұрайды деп жорамалдады. Құнын қалай алуды қалайды? Қарапайым акция ма, артықшылықты акция ма? Кепілге салынатын бағалы қағаздар ма, қолма-қол ақша ма? Ешбір адам миллиардтардың 1/3 бөлігіндегі қаржыны қолма-қол ақша түрінде жинай алмайтыны анық. Қаңтардың аязды күндерінің бірінде Уестчестердегі гольф көгалында тоқыма киімге оранған Эндрю мен әдеттегідей оны рухтандыру үшін аузы бір сәт болса да тыным таппайтын Чарли кездесті. Алайда Карнеги мырзаның жылы да жайлы үйіне оралғанға дейін іске қатысты ешкімде ләм-мем деп ауыз ашпады. Жылы жерге келіп жайғасқаннан кейін Чарльз Шваб Нью-Йорктегі 80 миллионерді арбап тастаған үгіттеушілік қабілетімен ірі бизнестен жайлы зейнеткерлікке шығудың артықшылығын, тіпті үш ұйықтаса да түсіне кірмейтін армандарын орындауға мүмкіндік беретін көз көрмеген дәулет хақында сөз қозғады. Карнеги тізе бүкті. Қағазға қажетті санды жазып, оны Швабқа ұсына отырып, жарайды, оларды осы сомаға сатамыз, деді. Бұл сома $400 миллион жуық еді. Яғни Шваб мырза мен Морган мырзаның талқылауында болжаған қаржы көлемінің маңайында болатын. Ол жетіспейтін $80 миллион соңғы 2 жыл ішінде жылжымайтын мүлік құнының өсуіне байланысты орны толады деп болжаған. Кейінірек трансатлантикалық кеменің палубасында тұрған кезде шотландық азамат Морганға «Мен сізден сонда $100 миллион сұрасам да болар еді» деп әзілдеп өкінішін білдірген болатын. Бұған Морган мырза күлімдеп «Сұрағаныңызда сөзсіз беретін едік» деп жауап қайтарған еді. Әлбетте бұл оқиға төңірегінде алып қашпа әңгімелердің көп болғаны анық. Британдық тілші болат өндірісі түгелдей бір алып корпорацияның алдында тізе бүкті деп хабарлаған болатын. Йель университетінің президенті Хадли мырза антитрастық саясатқа қарамастан алдағы 25 жыл ішінде елде жаңа патша пайда болады деп мәлімдеді. Әйгілі биржа делдалы Кен мырза да құмар ойыны барысында жаңа акцияларды биржада $600 миллион жуық қаржыға сатып жіберуі арқылы өз ісін бастаған болатын. Карнеги миллионын иемденді. Морган $62 миллион өз қанжығасына байлады.
Гейтс пен Герри секілді өзге жігіттер де құр қол қалмағаны анық. Байлық ойдан басталады. Сіздің бизнес туралы жаңа ғана оқып бітірген таңқаларлық әңгімеңіз қалаудың физикалық баламаға айналуына көмектесетін әдістің жарқын көрінісі. Мысалдағы алып корпорация алдымен адамның санасында пайда болады. Қаржылық жоспарлары да адамның санасында туған. Адамның сенімі, қалауы, қиялы және табандылығының арқасында стель корпорациясы құрылды. Дәл осы аталған қасиеттер бұл құрылымның негізін қалауға сеп болды. Жалпақ тілмен айтар болсақ, Чарльз Швабтың ойымен іске асқан Морган және басқалардың сенімі олардың $600 миллион табыс түсіруіне жол ашты. Жай бір ой үшін бұл өте көп сома. Стель корпорациясы гүлденіп Америкадағы ең бай және қуатты корпорацияға айналды. Бұл корпорация мыңдаған адамды жұмыспен қамтып, болат өндірісін жаңа белеске көтерді. Сонымен байлық дегеніміз ол туралы ойлаудан басталады. Соманың шектелуі де осы ойды ойлаған адамға байланысты. Демек, сенім шектеулерге жол бермейді. Сондықтан өмірден қалауыңызды сұрар кезде бұл айтылғандарды естен шығармағаныңыз жөн.